Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын картоптан тіске басар дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай картоп қажет. Оны тазалап, жуып, бөліктерге бөлеміз. Майда бөліктерге бөлгеніміз дұрыс, сол кезде біздің картопымыз тез піседі. Дайын картопымызды ыдысымызға саламыз. Су құйып, суды 2-3 рет ауыстырамыз. Суымыз біздің мөп-мөлдір болғанша ауыстырамыз. Картоптың крахмалы кету керек. Сол кезде біздің картоптарымыз қытырлақ болып шығады. Бетін жауып, осылай қайнатамыз. Неке менің картопым дайын. Ыстықтай осылай пюре қылып еземіз. Егер сізде езетін құрал болмаса, шанышқымен жасасаңыз болады. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка, ұнатқан дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар болады. 2 ас қасық кукурузник крахмал салдым. Егер сізде крахмал болмаса, ұн салсаңыз да болады. Бірақ крахмалмен өте дәмді әрі қытырлақ болып шығады. Петрушка осылай майдалап қосамыз. Және укроп қостым. Сіздердің қалауларыңызға қарай, біреуін қоссаңыздар да болады, әйтпесе қоспай қойсаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз. Енді осылай қолымызбен домалақтап, бөліктерге бөлеміз. Мен 4 бөлікке бөлдім. Видеодағыдай осылай ұзынша етіп жасаймыз. Бізге осындай планировочный сухарик қажет болады. Және 1 жұмыртқа қажет болады. Шанышқының көмегімен видеодағыдай жасаймыз. Енді пышақпен осылай кесіп шығамыз. Видеодағыдай алдымен жұмыртқамен, сосын сухарикке салып, осылай жасаймыз. Мінекей бізде дайын. Майымызды қыздырып, осылай қуырамыз.
Екі жағын аунатып осылай пісіреміз. Ыдысымыздың үстіне қағаз майлықтарды қойып, салфетканың үстіне осылай түсіреміз. Артық майның бәрі салфеткада қалады. Мінекей бізде дайын. Қараңыздаршы, қып-қызыл, өте әдемі, қытырлақ, өте дәмді болып шығады. Сіздер де үй жағдайында осылай дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.